Саламатсыздар ма? Математика пәнінің 76-шы сабағына қош келдіңіздер. Оқулықпен жұмыс жасайық. Бүгінгі тақырып кері есептер. Жаңаны оқып үйренеміз, есептерді шығарамыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде мұқият қарап алыңыздар балалар, және түсініп тыңдаңдар. Мен барынша түсіндіруге сендерге тырысамын. Шабадандар мен қапшықтарды сана. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық? Жол қапшыққа қарағанда шабаданның нешеуі кем? Есепті құрастырып оны шығар. Мысалы, жол қапшық 8 дана, шабадан 5 дана, Ал сұрақ. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық, ал шабаданның нешеуі кем? Балалар, нұсқаларды қарайық. Бір санның, міндетті түрде есіңде сақтап, бір санның екінші саннан нешеуі артық немесе нешеуі кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту керек. Бірінші, мысал, жол қапшық 8 дана, шабадан 5 дана. Шабаданнан жол қапшықтың нешеуі артық болады? Жаңа есіңде сақта деп айттым. Әрине, үлкен саннан кіші санды азайтамыз, сонда жауабы 3 болады. Үшеуі артық жол қапшықтың. Ал енді шабаданның нешеуі кем? Оны білу үшін шешуі. Жол қапшық 8 дана, шабадан 5 дана. Нешеуі кем болады? Тағы да үшеуі кем болады. Себебі балалар, жол қапшық 8, шабадан 5. Жол қапшық артығы 3, ал шабаданның 3 кем. Жарайсыңдар. Осыған ұқсас есепті мысалы жасап көріңдер. 10 дана шамадан қып, 5 дана жол қапшық пен шабаданның орнын ауыстырып көріңдер. Топтық жұмыс. Бұл жерде балалар топтасып жұмыс жасау керек. Әр есепке сәйкес қысқаша жазылуын таңда және оны шығар. Бірінші, 7 жол қапшық пен 5 шабадан тұр. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық болады? Шығарайық. 5 азайту 7 азайту 5 тең 2. Жауабы 2 жол қапшық артық. Екінші, жол қапшық пен одан екеуі кем шабадан тұр. Неше шабадан? Дұрыс айтасыңдар. Тағы да азайтамыз. 7-ден 2-ні азайтқанда 5, жауабы 5 шабадан тұр. Бесінші, Б жауабы нұсқасы. 5 шабадан мен одан екеуі артық жол қапшық тұр. Неше жол қапшық тұр, балалар? Бұл кезде біз қосамыз. Сонда жауабы 7 жол қапшық болады. Бұлар өзара кері есептер болып есептеледі. Байқап отырсаңдар. Үшінші, математика күнделікті өмірде. Әр отбасы жүгінің жалпы массасын есепте. Салыстыр. Балалар, бұл есептердің барлығын біз бірден қоса алмаймыз. Сондықтан біріншісін қосып, шыққан санға қайта сандарымызды қосайық. Жүктердің санын. Мысалы, 3-ке 2-ні қосамыз 5 килограмм, оған 5 килограмм тағы жүкті қосамыз 10 болады. Сонда 3 10-дық шығып тұр. Бірақ оның барлығын бірден қоспай, жеңіл түрде жасаймыз. 10 қосу 10, тағы 20, 20-ға тағы 10 қоссақ қанша болады? 30 болады, балалар. Ал енді екіншісін есептеп көріңдерші. Жарайсыңдар. Ендеше менің нұсқаммен таныс болыңдар. 5 қосу 5
тең 10. 10 қосу 20, 30-ды құрайды. 30-ға тағы 20 қосамыз, сонда 50-ді құрайды. 50-ге 10 қоссаң, 60 болады, балалар. Ал енді 30 көп пе, 60 көп пе? 60 көп. Дұрыс айтасыңдар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Және қоңыраушаны міндетті түрде басыңдар, себебі жаңа сабақтарым сендерге бірінші көрінеді. Есепте тексер. 70 азайту 30, 40, 90-ды 20-дан азайтқанда 60, 10-ға 80 қоссаң 90 болады. Ал 70-тен 70-ді азайтсақ 0 қалады, жоқ. 90-нан 30-ды азайтқанда, балалар, 60. Ондық сандармен есептеу естеріңде бар шығар? Жарайсыңдар. 70 қосу 20 тең 90. Мен бұл жерде бір бағанды әдейі қалдырып кеттім. Өздерің есептеңдер. 80 қосу 20 тең 100-ді құрайды. 50 қосу 50 тең тағы 100-ді құрайды. 40 қосу 40 80-ді құрайды, балалар. Жарайсыңдар. Қосымша есептер. Мына есептерді шығарып қойдым. Бірақ соның мағынасын көріп, кері есептер құрастырыңдар.